Қарындаштарға, кейбір ежелерге айтып тұрған насихатым, егер де сіздің қолыңызды сұрап келген жігіт, ата-енеме қызмет қылышым керек, туғандарыма қызмет қылышым керек, үйде бала тәрбиелашым керек деп, сізден құқықтарыңызды шектеп жатқан болса, андай жігіттерге тұрмысқа шықпай да қойыңыздар. Себебі алар сіздерді қинайды. Ата-енесіне қызмет қылдырады, туғандарына қызмет қылдырады, бала қаратады үйде, бала тәрбиелатады, сіздердің құқығыңыздарды деулеп сіздерді қинап қояды. Ошон үчүн ушундай кыйынчылыкка барбаш үчүн андай жигиттерге дароо эле макулдукту бербестен дароо баштатыңыздар. Эгерде турмушка өмүр бою чыкпай койсоңуз деле макул. Эгер сиз жүрө бериңиз, жалгыз бой, өзүңүз укуктарыңыз сакталган, эч кимге кул эмессиз, эч кимге кызмат кылбайсыз, бала төрөп, бала карап, бала тарбиялап, үйдөн чыкпай кыйналбайсыз. Балким өмүр бою эркин жүрөсүз. Бирок карыганда өзүңүз жалгыз калганда ата-энеңиздикине батпай калсаңыз, тууганыңыздыкына, эже карындашыңыздыкына батпай калсаңыз, ошол укуктарыңыздын баардыгын чогултуп, карлар үйүнө барасыз дагы ошол жерде кайненеге кызмат кылбай, кайын журтка кызмат кылбай эркин жүрө бересиз.